Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Мен Тараз қаласы номер 5 мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімімін. Біз бүгін сіздермен 9 сыныптарға арналған күрделі эфирлер мен майлар, көмірсулар тақырыбында сабақ өтеміз. Сабақтың мақсаты күрделі эфирлер мен майлардың ерекшеліктерін, қызметін түсіну. Көмірсулардың жүктелуін, биологиялық маңызы мен қызметін түсіну. Күрделі эфирлер дегеніміз не? Күрделі эфирлер карбон қышқылдарының карбоксил тобындағы сутек атомының орны спирттердің алкил радикалымен алмасқан қосылыстар. Күрделі эфирлердің жалпы формуласы RCOOR1. Мұндағы R1 деп отырғанымыз радикалдар. Күрделі эфирлер атауы сәйкес түзілген қышқыл мен спирт атауларымен аталады. Сендерге мынандай тапсырма. Берілген күрделі эфирлерді атаңдар. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен тексеріп көрейік. Бірінші формуланың атауы сірке қышқылының метил эфирі, немесе метил этаноат. Екінші формуланың атауы құмырсқа қышқылының этил эфирі, немесе этил метаноат. Майлар. Майлар дегеніміз 3 атомды спирт глицерин мен карбон қышқылдарының күрделі эфирлері. Майлардың жіктелуі. Майлар өсімдік майлары және жануарлар майлары болып жіктеледі. Агрегаттық күйіне қарай қатты майлар және сұйық майлар деп бөлінеді. Көмірсулар дегеніміз не? Көмірсулар құрамында көміртек, сутек және оттек атомдары болатын, сонымен бірге ондағы сутек пен оттек атомдарының қатынасы дәл су молекуласындағыдай 2:1 болып келетін органикалық заттар. Жалпы формуласы CnH2O-M. Көмірсулардың қызметі. Көмірсулар биологиялық үрдістерге қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Ағзадағы жүретін метаболизмдегі синтезделетін барлық аралық немесе соңғы өнімдер үшін бастапқы материал болып табылады. Көмірсуларға өсімдіктердің құрғақ затының 80%, жануарларда 20% сәйкес келеді. Адам тағамының шамамен 70% көмірсулардан тұрады. Көмірсулардың жіктелуі 3-ке бөлінеді екен, яғни моносахаридтер, дисахаридтер және полисахаридтер. Моносахаридтер дегеніміз не екен? Моносахаридтер дегеніміз молекуласының құрамында бір карбонил тобы және бірнеше гидроксил тобы бар гетерофункционалды қосылыстар. Жалпы формуласы CnH2ON. Мұндағы N 3 пен 9-ға дейінгі бүтін сандар. Жіктелуі. Көміртегі атомның саны бойынша триозалар, тетрозалар, пентозалар және гексозалар деп бөлінеді. Ал альдегид пен кетон тобының болуына қарай альдозалар немесе кетозалар деп бөлінеді. Глюкозаның химиялық формуласы C6H12O6. Құрылымдық формуласына қарайтын болсақ, бір карбонил тобы бар және 5 гидроксил тобы бар. Химиялық қасиеттері. Глюкозаның өзіне тән қасиеттері бар. Бірінші спирттік ашу. Глюкоза спирттік ашыған кезде этил спиртімен көмір қышқыл газы түзіледі. Сүттік қышқыл ашуда 2 молекула сүт қышқылы түзіледі. Толық тотыққан кезде көмір қышқыл газы мен су молекуласын ыдырайды. Дисахаридтер. Сахароза. Химиялық формуласы C12H22O11. Екінші тапсырма. Сахарозаның гидролиздену реакциясын жазыңдар. Балалар, гидролиздену реакциясы ол заттың сумен әрекеттесуі. Яғни жауаптарыңды экрандағы жауаппен сәйкестендіріңдер.
сахароза гидролизденген кезде бір молекула глюкоза және бір молекула фруктозаға ыдырайды. Полисахаридтер екіге жіктеледі: крахмал және целлюлоза. Крахмал картоптың құрамында, ұнның құрамында, нанның құрамында, жармалардың құрамында көптеп кездеседі. Крахмалға қандай қасиеттер тән? Крахмалдың сапалық реакциясы: крахмалға йод ерітіндісін тамызғанда көк түске боялады. Целлюлоза крахмал сияқты табиғи полимер. Молекулалық формулалары да бірдей. Целлюлозаның бастапқы айырмашылығы макромолекуласының құрылымына байланысты. Крахмал молекуласы сызықтық және тармақталған құрылыста болса, ал целлюлоза молекуласының құрылысы тек қана сызықтық болады. Крахмал мен целлюлоза макромолекулаларының құрылымдық буын саны әртүрлі. Целлюлозадағы N-нің мәні крахмалға қарағанда жоғары. Үшінші тапсырма, балалар. Крахмалдың гидролиздену реакциясын жазыңдар. Жауаптарыңды экрандағы реакция теңдеуімен тексеріп көріңдер. Яғни крахмал гидролизденген кезде глюкоза түзіледі. Осымен, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.